Ассаламағалейкум. Кітап сыртындағы мұқаба нені білдіреді? Мынау линиялар не? Мынау толқындар не? Бұл кітап менің сен деген кітабым әдет қалыптастыру әліппесі. Енді мынау толқындар біздің миымыздың толқындары. Нейрон мен нейрон арасында синапс арқылы байланысқан кезде неғұрлым көп бір-бірімен хабарласса, арасындағы байланыс өте мықты болады, мынау көріп тұрғандарыңыздай. Және бұл байланыс мықты болған кезде біздің миымыз өте аз энергия жұмсап бір-бірімен хабарласа береді. Әдет бізге сол үшін керек. Енді біз ескі, бізге жағымсыз әдеттерімізді бұзып, мына жақтан жаңа бір синапс жасағымыз келіп жатыр. Ортада сен. Жасай алатыныңа сен, және жасайтын тек қана сен. Осы синапсты күшейтіп, мықты әдет қалыптастыруды үйренеміз. Әдеттерді қалай дұрыс қалыптастыруға болады дейді. Бұл коуч күнделігі. Бүгінгі инструмент әдет фазалар. Әдеттің фазалары бар. Ең біріншісі ойлану фазасы. Яғни бұл әдет маған керек па, керек емес па? Ойланыңыз. Нақты шешім қабылдаңыз. Шынымен керек па? Немесе жай ғана бұл ойлап жүрмін ба ол мәселе. Екінші фаза жоспарлау, әрекетке көшу. Яғни мен мына нәрсені бүйтіп істеймін деп жоспар құру тоже әдеттің бір фазасы. Келесі фазасы әрекетке көшу, бірден бастап кету, бірінші қадамды жасап қою. Төртінші фаза тұрақтылық. Бұл әрекетті сіз кем дегенде 42 күн, яғни 6 апта тұрақты жасауыңыз керек. Сізге ұнаса да, ұнамаса да. Тұрақты жасау дегені физикалық тұрғыдан болмауы да мүмкін. Мысалы, жүгіру туралы күнде жүгірмесеңіз де күн ара жүгіресіз, бірақ жүгірмеген күннің өзінде сіздің миыңыздағы жүгіру туралы нейрондар жұмыс істеу керек. Мысалға, жүгіру туралы бір видео көресіз, немесе жүгіру туралы біреумен сөйлесесіз, немесе жүгіру туралы кітап оқисыз. Соңғы фаза жаңарту фазасы. Белгілі бір дәрежеге жеткен кезде сіздің әдеттен ішіңіз пыса бастайды. Мысалы, мен бір жыл күнделік жазғаннан бір күн ойлап қалдым, мұны не үшін керек? Сол жерде сіз әдейілеп, мысалы, таңертең тұрдыңыз, күнделік жазғыңыз келіп тұр, бірақ әдейілеп 5 күн жазбай қоясыз. Мен 5 күн күнделік жазбаймын, немесе мен 5 күн жүгірмеймін, әдейілеп. Осы жаңарту фазасы сіздің қайтып 5 күннен кейін бұған сағынышпен қайтып келуіңізге әсер етеді. Спортқа уақыт таба алмаймын, уақытым жоқ, мотивациям жоқ, жарты жолдан тастап кетемін. Бұл коуч күнделігі, бүгінгі тақырып спорт және мен. Зерттеулерге сенсек, ғалымдар мына нәрсені дәлелдеген, қазіргі дәуірде, америкалық ғалымдар, біз қазіргі дәуірдің адамдары өзіміздің күндіз жасайтын қимылдарымызды 4 есеге көбірек бағалайды екенбіз. Яғни мен сізден сұрасам, күндіз көп қимылдайсыз ба десем, біздікі тіршілік, ары бері жүгіру, үйту деп айтамыз. Бірақ шындығында біз 4 есе аз қимылдаймыз. Мысалы, елестетіңізші, офистасыз, алдыңызда компьютер, принтер, мусорка, бәрі қасыңызда. Тіпті офисіңізге кофе машинка әкеліп қойсаңыз, кофеге де бірінші қабатқа түсудің де керек жоқ. Бәрі қасымызда, бұның барлығы біздің қимылымызды азайтады. Бірақ біздің миымыздың өте көп бөлігі, бір жерде 80% деп оқығанмен, 80% нейрондар сіздің қимылға жауап береді. Біздің ағзамыздағы бүкіл бұлшықеттерге, бүкіл буындарға қимылға жауап береді біздің миымыз. Енді осы қимыл азайған сайын біз не істейміз? Қарапайым тілмен айтқанда тупить ете бастаймыз. Сондықтан қимылды көбейту керек. Аптада 168 сағат бар. Енді осы 168 сағаттың аптасына 3 рет 1 сағаттан спортпен айналысатын болсаңыз, сіз 168 сағаттың 3 сағатын жұмсайсыз. Егер де 168 сағаттың 3 сағатын спортқа бөле алмайтын болсаңыз, онда жағдай қиын. Және сіз өзіңіздің ортаңызда аптасына 3 рет 1 сағаттан спортпен айналысатын болсаңыз, сіз өзіңіздің ортаңызда күшті спортсменсіз. Сондықтан спортты қолға алу керек.